Тағы біреу-ақ. Джимми, осында кездестірем деп отыр едім, Лоис. Жеркеніштісін-ай, аяғыма кішкене Джимми жағылып қалды. Сендер криптонитпен тәжірибе жүргізіп жаттыңдар. Не үшін? Бірақ бұл Суперменге қарсы емес. Ол ауруларды емдей ала ма, не энергия көзі бола ала ма білгіміз келді. Біз ғалымбыз, құбыжық емес. Ал қазір ол құбыжықтың қолында. Лоисті таба алмай жүрмін. Көре алмайым, ести алмайым. Супермен, біз жалғыз емеспіз. Оның қолында ма? Көмектесші, өтінем. Әділет лига мүшелерінің бәріне шұғыл қоңырау. Метрополиске келе алатындардан барынша көп керек. Әйел жоғалды. Бір адам жоғалуына бүкіл лига мүшелері керек дейсің бе? Иә, білуімізше ол қазір Джокердің қолында. Қолым болса сала барам. Ол әйел кім? Бэтмен. Біздің біріміз. Оның аты Лоис Лейн. Оны соңғы рет Метрополис Докта көрді. Лейнді не Джокерді көргендер бәрін табыңдар. Флэш, біз Лейнді Метрополисті іздейміз. Супермен көкте. Ал сенің жер асты барлығын қарап шыққаның керек. Бастадым. Бэтмен, үрейді таптым. Лабораториясы талқандалған. Қимылдай алмайым. Джокер Харли мен субмаринаны ұрлапты. Бэтмен, снарядтардың біреу жоқ. Қайда ол? Думсдей. Сен ешкімге азап келтірмейсің. Кететін уақыт, жаным. Жақсы балалар келіп жұдырықтасады. Үрейдің қорқынышы оты. Криптонит бөлшектерімен аралас. Бұл менің жауһарым. Супермен, тоқта. Не көріп тұрсаң да ол шын емес. Дайындалыңдар. Сен оның әйелін тартып алдың. Әлі туылмаған баласын. Неге? Неге оған бұлай істеу? Себебі екеуміз ойнаған сайын мен жеңілемін. Сомен ойынның деңгейін оңайға түсіріп көрейінші дедім. Ал бұл ойын күшікті өлтірген жүріп тастағандай. Мысықпен! Кал-El, мен өлтірдім. Жоқ, ана Есуас бәрін ұйымдастырған. Қарай тұрасың ба? Әрине. Супермен, бәрі дұрыс па? Қайда ол? Қайда Джокер? Бэтмен оны Архам Асайлымға алып кетті. Сен оның жанына бармаған дұрыс. Сенде еске оймас жоғалту болды. Саған уақыт керек бәрін өңдеуге. Өтінем, өмірің соңына дейін өкінетін нәрсе істеме. Мен істеп қойдым. Біреу сенен бәрін тартып алды. Енді кім болғаныңды қара. Ұрып тепкілейтін қаһар бейнесі. Ал ол кім болады екен? Өзін жай ғана адам деп жалған өтірікке салып жүрген құдай ма? Супермен неге айналады екен? Кейбір нәрселерді тіпті сен аздыра алмайсың, Джокер. О, Бэтси, сен шынымен де ойлап тұрсың ба, ол ары қарай ойнайды деп? Ол қайғыға батады, бірақ ол мен білетін ең жақсы адам болуды жалғастырады. О, жоқ, бұл жолы әзіл саған. Ал әлем өртенеді.
әзіл өтті деген осы.